жазғы демалыста мама екеуміз қызықты ойындарды ойнайтын боламыз. Сіздерді мен бізбен бірге ойнауға шақырамын. Істеп жатсың? Ойын ойнаймыз ба? Иә. Қандай ойын? Ойнаймын. Мен айтайын ба? Иә. Менің қолымда Иә. қандай түймелер бар? Иә. Екі түйме деп айтылады. Иә. Біз екеуміз Иә. ойын ойнайық, иә? Иә. Қайсысын таңдайсың? Қызыл. Қызыл таңдайсың ба? Иә. Мақұл. Қазір мен Иә. сендегі қызылды, менде жасыл. Осы екі түймелерді мен мына тордың кез келген бұрышына қоям да, Иә. қайтадан ап қоям. Иә. Ал сен соны қайталауың керек. Иә. Түсіндік па? Ой, молодец! Ой, жаным, сол молодец! Түймелер есте сақтау жаттығуы баланың ерікті зейінін дамытады. Ойынның шарты алдын ала параққа 9 торлы сызба сызылады. Оның кез келген екеуіне түйме қойылады. 4-5 жасар балаға 2 секундқа көрсетіп, қайта алып тасталынады. Бала көргенін есіне сақтап, дұрыс көрсетуі қажет. Оңай ма? Қиын ба? Оңай. Оңай ма? Тағы да қызыл таңдайсың ба? Иә. Қызыл тастап ал. Мынаның торлары көп екен. Енді сен шатасуың мүмкін. Ал тағы да біз жаңағындай істейміз, иә? Қызымның жасы 5-тен асқандықтан әрі зейіні мен есте сақтау қабілеті дұрыс қалыптасып келе жатыр деген тұжырыммен 9 торлы кестені көбейтіп, 15 тордан жасалынған тапсырманы да бердім. Қызымның алғырлығы мені қуантып тастады. Сіз де балаңызбен бірге уақыт өткізе отырып, жан-жақты зерттей біліңіз дегім келеді. Оңай. Шатасып кеткенде қандай болдың? Дұрыс болмаған. Дұрыс болмай қалдың ба? Иә. Дұрыс болмай қалған кезінде қандай сезімде болдың өзің? Қорықтың ба? Жоқ. Қобалжыдың ба? Сасып қалдың ба? Иә. Не істеріңді білмей қалдың ба? Иә. Үй, жаным.